12-ші лекция. Ерекше білім қажеттілігі бар балаларды оқытуда жеке саралау тәсілі. Жеке саралау тәсілінің негізгі ұғымдары. Әр балаға бағытталу. Оқу процесі әр баланың қажеттіліктеріне бейімделу керек. Үздіксіз дамуы. Баланың даму динамикасын үнемі бақылау және түзету. Ынтымақтастық. Мұғалімдер, ата-аналар және мамандар арасындағы тиімді байланыс болып табылады. Ерекше білім қажеттілігі бар балалардың ерекшеліктері. Физикалық ерекшеліктері. Көру, есту, тірек қимыл аппараттарының бұзылысы. Психологиялық ерекшеліктері. Зейін қою, есе сақтау, ойлау қабілеттерінің төмендеуі. Әлеуметтік ерекшеліктер. Қарым-қатынас жасау, әлеуметтік бейімделу қиындықтары. Әрбір ерекше баланың өзіне қажеттіліктері бар. Оларды анықтап оқыту барысында ескеру маңызды қадам болып табылады. Жекелеу саралау әдісінің тәсілдері. Топтық жұмыстар, бірлескен жұмыстар және пікірталастар. Жеке жұмыстар. Деңгейлік тапсырмалар және жеке жоспарлар. Жұптық жұмыстар. Өзара оқыту, пікір алмасу. Топтық, жеке және жұптық жұмыстарды тиімді үйлестіру арқылы әр баланың қажеттіліктерін қанағаттандыруға болады. Бұл әдістер оқушылардың өзара көмек және ынтымақтастық дағдыларын дамытады. Оқытудың тиімді әдістері. Ойын. Оқыту процесін қызықты етеді. Бағдарлама жеке қажеттіліктерге бейімдейді. Технологиялар визуалдықты арттырады. Ойын, бағдарлама және технологиялар оқытудың тиімді әдістері болып табылады. Олар оқушылардың қызығушылығын арттырып, білімді жақсырақ меңгеруге көмектеседі. Бағалау жүйесі. Жетістіктерді бағалау, үздіксіз мониторинг жүргізу, ынталандыру, мадақтау және қолдау, түзету, қателіктерді талдау және түзету. Бағалау жүйесі оқушылар жетістіктерін бақылауға және ынталандыруға бағытталған болуы керек. Бұл жүйе балалардың өзіне деген сенімін арттырып, білімге деген қызығушылығын оятады. Сәтті тәжірибелер мен мысалдар. Мысалы, Даун синдромы бар балаларға арналған оқыту бағдарламасы. Екінші мысал, аутизм бар балаларға арналған әлеуметтік дағдылар дамыту. Көру қабілеті нашар балаларға арналған тактильді материалдарды қолданылып табылады. Сәтті тәжірибелер мен мысалдар жеке саралау тәсілінің тиімділігін көрсетеді. Олар басқа мұғалімдерге шабыт беріп, жаңа идеялар ұсынады. Қиындықтарды шешу жолдары. Диагностика қиындықтардың себептерін анықтайды. Ресурстар, қолжетімді ресурстарды пайдалану, команда, мамандармен жұмыс жасау болады. Қиындықтар шешу жолдары диагностика, ресурстарды пайдалану және мамандармен кеңесуді қамтиды. Бұл қадамдар оқытудың процесінде туындаған мәселелерді шешуге көмектеседі. Жекелеу саралау тиімділігін арттыру жолдары. Тәжірибе алмасу, әріптестермен пікір алмасу, курстар, біліктілікті арттыру, зерттеу, жаңа әдістерді енгізу. Жекелеу саралау тиімділігін арттыру үшін тәжірибе алмасу, білікті арттыру және жаңа әдістерді енгізу қажет. Бұл үздіксіз оқыту сапасын жақсартуға көмектеседі. Қорытынды және ұсыныстар. Қорытынды жеке саралау тиімді тәсіл. Ұсыныстар тәжірибе енгізу қажет. Жеке саралау тәсілі ерекше білім қажеттілігі бар балаларды оқытуға өте тиімді. Осы тәсілді тәжірибеге енгізіп, дамыту арқылы біз әр баланың білім алу құқығын қамтамасыз ете аламыз. Назарларыңызға рахмет.